Ассалаумағалейкум, қымбатты қазақ елі. Біз өткен жолы түсіріп бастаған Мәулана Жәләләддин Руми хақындағы видеомызды жалғастырайық деп отырмыз. Яғни келесі екінші бөліміне өттік. Негізгі мақсатымыз Мәулананы таныту. Мәулана деген кім болған, оның маңыздылығы не, танытудағы бізге құндылығы қандай, Мәулананың еңбектерінің құндылығы қандай деген әңгімелерді қозғап отырмыз. Өткен жолғы видеода өздеріңіз естеріңізде болар, көрген болсаңыздар әрине. Өмірбаянына қысқаша тоқталғанбыз және шығармашылығыменен танысқан болатынбыз. Бүгін енді Мәуланаға қатысты көптеген деректер бар, дерек көздер бар. Соларға жалпы бір шолу жасап, Мәуланаға қатысты айтылып жүрген деректердің ішінде бір-біріне қарама-қайшы келетінде тұстар болады. Соларға бір талдау жасап, өзіміздің пікірімізді білдіре кетсек деген ниеттеміз. Енді Мәуланаға қатысты негізгі дерек көздері ретінде саналады. Өзінің кітабы ең бастысы Фиқи Мафиға, сосын Мәжлиси Сава деген кітаптар. Өткен жолы Фиқи Мафиға көрсеткен болатынмын. Мәжлиси Сава дегені мына кітап. Мәулананың Фиқи Мафиқ деген мына еңбегі. Бұл өзінің жаңағы шәкірттеріне үйреткен сабақтары, дәрістерінің жинағы ретінде жүреді. Бұл енді Еді мәжіліс дейді, түркше аударып кетті екінші кітабы. Сондай-ақ өзінің баласы Сұлтан Уәлеттің Итиданаме деген кітабы. Ол Уәлетнеме деп те аталып жүреді. Өзінің жаңағы үлкен баласы Сұлтан Уәлет. Сонда да Румиге қатысты көптеген деректер кездеседі. Сосын бізге Шәмс Тәбризидің Мақалат деген еңбегі, балаларының мүриді ретінде жүрген Беридуни Сипехсалар деген кісінің Рисале Сипехсалар Мәнахиби Худауан Дигар деген кітабы. Ол кітап Сипехсалардың кітабы. Мынандай кітап. Мевлана ве Етрапын доклад деп аударған екен түріктер. Мевлана және оның айналасындағылар деген кітап. Бұл Мәулана хақында негізгі дерек көздердің бірі болып саналады. Сондай-ақ Мәуланадан кейін бір ғасыр өмір сүрген Ахмет Абдакидің Манахиб әл-Арифин деген кітабы. Арифилердің менкібелері. Онда жаңа түрік тіліне аударып түрікше шығарған мындай үлкен кітап. Негізі Мәуланаға қатысты сол кезде дәуірден өмір сүрген Мәулананың отбасындағылар, әкесі туралы, балалар туралы осы кітапта көптеген деректер кездеседі. Жалпылама мағлұматтарды беретін негізгі еңбектер осы кітаптар болып саналады. Енді бұл кітаптардың сыртында қазіргі кезде зерттеген көптеген ғалымдар бар. Сондай-ақ толыққанды бүкіл өмірі болсын, шығармашылығы болсын жазған негізгі бір кітаптар. Ол жаңағы Шефиғжанның кітабы, Мәулана деген кітабы бар. Осының өмірбаяны, шығармашылығы, жалпы көзқарастар туралы кең талқылайды. Шефиғжан деген кісінің кітабы. Іздесеңіздер тауып аласыздар. Мұнда интернетте электронды нұсқасы бар. Сондай-ақ Луис Франклин деген кісінің ағылшын, американ 800-900 беттен тұратын өте кең көлемде жазылған бір жақсы еңбегі бар. Негізі осы еңбектерге оқысаңыздар Мәулана жайында көптеген мағлұматтарды аласыздар жалпы. Енді әуелі Мәулана жайында бір-біріне қарама-қайшы келетін деректер, мағлұматтарды талдай бастайық. Ол ең бірінші Румидің этникалық тегі қайдан шықты? Бұл кім? Этникалық тегіне қарағанда бұл кісі кім болды деген тақырыпқа келетін болсақ, нағыз қайнаған қайшы пікірлер осы жерден шығады. Батыс әлемі болсын, жалпы әлем бұл кісіні барлық еңбектерін парсы тілінде, көптеген еңбектерін парсы тілінде жазғандықтан парсының, тәжіктің ақыны деп таниды, яғни парсы ұлтының өкілі деп таниды. Бүгін Ауғанстан жерінде туған, ол ауған болған жаңағы дегенде көзқарастар айтылып жүр. Жатқан жер Түркия болғандықтан бұл кісі тегі түрік болған. Кезінде Қорасан өлкесінде туған жері Ауғанстанда Қорасан түріктері тұрған деген
көзқарасты айтылып жатады. Енді осылардың қайсысы шындыққа жанасады, қайсысы көңілге қонымды деген тақырып бойынша кішкене талдау жүргізіп көрейік. Ал не үшін парсы деп атайды дегенде жаңа біз айттық, барлық шығармалар парсы тілінде жазды. Мейлі ол Конияда тұрса да парсы деп мойындайды. Осы идентификация жасау, түркше кімлік беру дейміз ғой, яғни паспорт беру мәселесіне келген кезде көптеген ғалымдар болсын, осындай танымал тұлғаларға еңбектері қай тілде жазылатын болса, сол ұлттың өкілі ретінде қарастыру ғылымнан бұрыннан қалыптасқан. Біз жаңағы парсы тілінде жазғандықтан Мәулананы парсы деп танитын деп отырмыз ғой. Мысалы, Әбу Насыр әл-Фараби алып көрейік, арабтың ойшылы деп қарастырып келді. Тегінде сақталған Ибн Ұзлақ, Ибн Тархан әл-Фараби деген атауларға қарап, қане біз оның қазір Отырардан шыққан, Фараб қаласынан шыққан, яғни тегі түрік екенін біліп жүрміз. Солай деп қарастырып жүрміз. Сондай-ақ Бируни, Әбу Райхан Мұхаммед бин Ахмед деген кісі, Ғазали, Әбу Хамид Мұхаммед бин Мұхаммед әл-Ғазали. Бұл кісілерде жаңағы көптеген еңбектерін парсы тілінде жазған, бірақ негізінде түріктің ойшылдары бұл кісілер. Тіпті ұзаққа бармай-ақ мына кешегі Совет заманында Шыңғыс Айтматовты алып көрейікші. Ол кісінің шығармаларының дені орыс тілінде болғандықтан, ол кісіні біз қазір қырғыздың жазушысы деп емес, көбінде Совет одағының, Кеңес одағының жазушысы ретінде танимыз. Бұндай мысалдарды көптеп келтіре беруге болады. Сол сияқты Мәулананың қолданған тіліне қатысты парсы деп тану пікірі бар. Бірақ бұны енді біз жаңа айтып отырмыз. Не үшін парсы тілінде жазды десек, бұл кезде Кония сұлтанатының негізгі тілі іс жүргізу тілі, сондай-ақ жаңа ғылым тілі, әдебиет тілі, өнердің тілі сол кезде мемлекеттің тілі парсы тілі болған. Бізде мына шағатай тілі деген ғылым тілі ретінде жүреді ғой, жаңа түрік халықтарында шағатай тілі деген негізі ол ауызша тіл емес, жазбаша тіл болып келді. Сол сияқты шағатай тілі сияқты түрік халықтарында парсы тілі кезінде бір белгілі уақытта Анадолудағы селжүкілі түріктерінің мемлекеттік іс басқару тілі ретінде қолданылған, оны жоққа шығара алмаймыз. Ал біз енді өз басымыз Мәулананы түрік деп танимыз. Бұны енді Түркия ғалымдардың біздің пікірімізге еткен әсері бар шығар. Содан да болар, бірақ ол кісілерде жайдан жай түрік деп Түркияда өмір сүрді деп айта салып отырған жоқ. Негізгі сүйенетін факт, дәлелдері бар. Ол Мәулананың өзінің Диуани Хабр деген еңбегі, ұлы жұмыс, осы еңбектің түпнұсқасының бірінде айтылады. Ол кісі жаңағы келтіріп береді парсы тілінде. Негізгі мағынасы сол сөйлемдерінің мынандай: мені бөтен деп санамаңыз, мен осы төңіректемін дейді. Сіздің жаныңыздан фана іздеп жүрмін, пана іздеп жүрмін дейді, үйімді іздеп жүрмін. Мені жау болып көрінсем де мен жау емеспін. Мен жау болып көрінсем де жау емеспін. Мен хинди тілінде сөйлесем де менің тегім түрік дейді. Яғни парсша аслым түркесті ерші хинду гем деп айтып кетті. Бұны осы сөйлемді алады да осыған негізделеді. Өзі айтып отыр, міне менің асылым түрік деп отыр. Мәулананың өзі айтып отыр жаңағы Диуани Хабр еңбегінде асылым менің түрік деп отыр. Осыны алады да осыған негіздеп бүкіл жаңағы түрік деп танитын ғалымдар Мәулананы өзі айтты түрік дейді. Бұл жерде жаңағы хинди тілі деп отырған сол кездегі парсы тілі, үнді Иран аймақтарының барлығында жалпы қолданылған хинди тілі деген атпен жүрген парсы тілі дейді ғалымдар. Енді тағы бір пікір бар, Гөлпынарлы деген жаңағы ғалым айтады, хинди деген түрік тілінің басқа мағынасында қолданып жүреді, хинди түрік деген. Мысалы, парсы тіліндегі хинди сөз қара, ұсқынсыз болса, ал түрік сөзі әдемі деген мағынада. Ұсқынсыз көрінсем де менің негізім әдемі деп тұр деп айтады. Бұны біз енді онша бір қабылдай алмадық. Бірінші нұсқасын жаңағы менің асылым түрік, хинди тілінде сөйлесем де менің асылым түрік деген нұсқасын қабылдадық. Не үшін біз оны қабылдадық? Сөздерде түрік, хинди деген атаулар басқа мағынасында емес, этностардың тілдердің атауы екенін Джалаладдин Румидің басқа еңбегі, Мәснәуи шәрбіндегі
Диван-и Хабирдегі басқа еңбектерінде көптеген мысалдарды келтіруге болады оған. Яғни мысалы bir gün her zümrenin önünde saman çöpü müsün, tak mı, hindi misin, Türk mü meydana çıkar deydi de. Hindi ile Türk ana karnında belli olmaz. Fakat doğunca zayıf mı, kuvvetli mi, herkes görür, anlar deydi Mesnevi'de. Bu жерде hindi, Türk деген атауларды көбінде салыстырып беріп отырған екеуі де жаңағы міне көріп отырғаныңыздай этностың атауы, яғни ұлттардың, елдердің, халықтардың атауы ретінде қолданылып отыр. Тура сол сияқты жаңағы Диван-и Хабир еңбегіндегі қолданылып тұрған хинди, түрік атауы сол. Оған тоқталатын болсақ, түрік менің асылым, тегім, менің тегім түрік деп тұр өзі. Осы пікір бойынша біз оны түрік деп мойындаймыз, қабылдаймыз. Яғни Мәулана түрік болған, Хорезм сол жердегі кезінде түрік тайпалары мекендеп тұрған. Ал енді не үшін парсы тілінде еңбектерін жазды дегенге біз айтып кеттік. Ол кездегі мемлекеттік тіл ретінде парсы тілі қолданылған еді дегенді. Бұл дәстүр тіпті Анадолу селжүктерінің уәзірі Қараман-оғлы Мехмет бейдің 1277 жылы түрік тілін ресми тіл ретінде жарияланғанына дейін жалғасқан жаңа парсы тілінде сөйлеу дәстүрі. Ал ол кезде негізінде ислам дінінің қуатты тұрған кезде діннің негіз қайнар көздері араб пен парсы тілі екені белгілі. Осы екі тілде болатыны. Сондықтан сол кездегі селжүктердің ғұламалары, лім адамдар, шайырлар парсы тілінде еңбектерін жазғаны белгілі. Екіншіден, Джалалдин Румидің туған жері Ауғанстан, сол кезде хорезм түріктері өмір сүрді. Сөйлеген тілдері хорезм түрікше немесе шығыс түрік диалектісі еді. Ал Анадолуға келген соң, онда қолданылған түріктердің тілі оғыз түрікшесі немесе түрікмен тілі еді. Яғни осы екі түрік тілдері батыс диалектісі мен шығыс диалекті арасында кішкене сәйкеспейтін айырмашылықтар болды. Сондықтан бүкіл түрік халқына түсінікті тіл ретінде жаңағы мемлекеттік тіл ретінде қолданылып тұрған парсы тілін қолданды. Осы тілде жазды ол кісі шығармасын деп қорытындылаймыз. Ал енді бір үлкен мәселе бұл Мәулана мен моңғолдардың қарым-қатынасы жайында. Өткен тақырыпта бір кішкене шетін шығарып кеткен болатынбыз. Қазіргі кезде Түркияның көптеген ғалымдары, кейбір ғалымдар Мәулананы сол кездегі моңғол жаулаушылары моңғолдарға, яғни сатылған еді, олардың тыңшысы болды деген көзқарасты ұсынады. Осы арқылы Мәулананы бір біздің көріп жүрген ойшыл, әулие, дінге берілген, өзінің жолын берік тұтқан Мәулана емес, бір дүниенің артынан қуған, сол үшін жаңағы қызмет жасаған моңғолдарға сондай бір пендешіліктің артынан кеткен кісі ретінде көрсетеді. Ал осы пікірді ұстанатын ғалымдар, яғни Фуат Көпірұлы деген кісі тарихшы, сосын жаңағы Османлы тарихшылары Шахабеддин Текиндак деген кісі, Мұстафа Ағдақ деген кісі, сондай-ақ парсытанушы ғалым Михаил Байрам деген кісі. Сосын Халил Иналчық деген тарихшы тағы бар, Риза Зеліп деген журналист кісілер бар. Негізі осы кісілердің жазған еңбектерін қарап отырып, мен Мәуланаға деген бір жек көрінушілік, Мәулананы бір мойындамайтын, бір пасық адам ретінде танытатын пікірлерді оқыдым. Сосын індетіп зерттедім, неге бұл осындай көзқарас бар деп. Бірақ ол кісілердің айтып отырған жайдан жай ауадан алып айтып отырған жоқ, арнайы үлкен-үлкен еңбектерге, зерттеулерге сүйеніп айтып отыр. Олардың сүйенетін негіз дерек көздері мыналар. Ахмет Эблакидің бағана айтып кеткен Менакибул Арифин, Мәулананың өзінің кітабы Фихи Мафих, сосын Мысыр халифасы және оның тарихы деген еңбегі, хикаясы Шәмс Тәбризидің мақалат еңбектеріне сүйенеді бұл кісілер. Осы еңбектердің ішінен келген кейбір фактілерді алып, қолданып, жаңағындай көзқарасқа сүйеніп отыр. Ал аталмыш зерттеулердің ең біріншісі Джалалдин Румидің ұстаздары болған Сайд Бурхан-ад-Дин, Шәмсі Тебризи, осы екі кісінің моңғолдарға сатылды дейді. Мәулана да оларға қосылып, енді осы кісілердің жолымен жүрген ғой, негізі осы кісілердің жолын ұстанған. Моңғолдар жағына шығып кетті дейді Мәулана. Енді мысалы бірінші себеп, бірінші дәлелдейік.
моңғолдар Қайсер деген қаланы жаулап алады, Қайсер қаласын. Сол кезде көптеген қаладағы қарсыластарын аяусыз өлтірген. Бірақ сол қалада сол кезде болған жаңағы Саид Бұрхан-ед-Дин де, Шәмс Тебриз де сол кезде сол қалада болған, бірақ екеуіне бір тал шаштары түспеген, аман есен қалған, яғни екеуіне тиіспеген моңғолдар. Ал осы оқиғадан кейін жаңағы Шәмсі Конияға келеді, Жалал-ад-Дин Румиге жолығады. Одан әрі моңғолдар мен Жалал-ад-Дин арасындағы қарым-қатынастар орнайды деп айтады. Ал Саид Бұрхан-ед-Дин деген кісі қайтыс болған кезде оның мазарын салдырған осы моңғолдар дегенді де тілге тиек етіп кетеді. Сосын Ахмет Явлакидің жазғандарына сүйене отырып, жаңағы Жалал-ад-Дин Румидің ұстаздары сияқты моңғолдардың Жалал-ад-Дин Руми, яғни өзінің ұстаздар сияқты моңғолдардан көптеген сыйлықтар, пара, былай айтқан кезде алып отырған. Тіпті бір жолы моңғолдың қазынашысы дейді, қаржы министрі болған жаңағы әмір Шерапуддин Мәуланаға жеке барып оған 1000 динар бергенін баян етеді. Ол кезде бұл өте қыруар ақша еді. 4 түйеңіз, ол кезде бір түйеңіз 10 динар болатын. Ал Мәуланаға жаңа кісі 1000 динар қаржы сыйлық беріп отыр. Бұны енді пара деп атап отыр ол жерде. Ал үшінші себеп, Жалал-ад-Дин Руми баласы Алад-Дин Уәлад қайтыс болады. Сол кезде оның жаназасын оқымаған себебі ол баласы моңғолдарға қарсы көтерілген түріктердің көтерілістеріне қатысады. Осының себебінен жаңағы Мәулана сен түрік моңғолдарға қарсы шықтың деп оның жаназасын шығармай қойды деген пікірді айтып отыр. Ал Әбділбаки Гөлпінәрлі менен Перудин Напис өзілік Мәулана Шәмс Тебризи өліміне оның қатысы болғандығы үшін жаназа намазын оқымағандығын түсіндіреді. Яғни жаңағы Шәмсіні өлтіріп тастадың деп, Шәмсіні өлтіруге баласы қатысты деп, сол үшін өлтірілгенін айтады ол кісілер болғанда. Ал төртінші себеп, Мәулана сол кездегі моңғолдардың қолбасшысы Байжуноян дейді. Хулағу ханды, Байжуноянды және тіпті Шыңғыс ханды да әулие деп атаған. Бұлар әулие болды деп атаған деген көзқарас ұстанады, және әулие деп жай атаған жоқ, әулие деп халыққа дәріптеді деген пікірді айтады. Мәулана, қараңыз қызық, Хулағу ханды, Байжуноянды, Шыңғыс ханды, яғни моңғолдарды әулие деп атайды дейді. Ал осындай нақты дәлелдерге қарсы Жалал-ад-Дин Румиді танушылар қандай уәж айтады, қандай қарсы пікір айтады. Енді бұған тоқталайық. Олардың ең ұстанған көзқарасы ақылға қонымды қабылдауға тұрарлық, былай айтқан кезде. Ең әуелі олар айтады, Мәулана Жалал-ад-Дин Руми моңғолдарға қарсы соғыс ашса, мұсылмандар жаппай қырылып қалатын дейді. Себебі ол кезде моңғолдың әскерден келген бір тасқын су сияқты, цунами сияқты жаңағы жолындағының бәрін жапырып қиратып келді ғой. Сондықтан оны байқайды да ол жердегі бірінші халықты аман алып қалуға шара жасайды. Екінші, дінді қорғап қалу, ислам дінін қорғап қалу үшін олармен, жаңа моңғолдармен келген моңғолдармен келіссөздер жасайтын, тілге тиек етеді. Ал сондай Жалал-ад-Дин Руми оларды кәпір, пұтқа табынушы деп қана қабылдамайды, барлығына исламды дәріптеп дінге кіргізу үшін өте көп күш салады. Оған мысал Диман Қабірде келеді. Моңғолдардан қорқıyorsunuz дейді, түркше айтып жатыр. Алланы танымıyorsunuz демектір дейді. Яғни моңғолдан қорқсаңыздар, Аллахы tanımıyorsun demektir дейді. Allah'ın tanımaganlarınız дейді. Siz onlara bakınca kafir görüyorsunuz. Ben ise aralarına 100 tane iman sancağı sayıyorum дейді. Яғни сендер моңғолдарға қарап отырсаңдар, моңғолдардан қорықсаңдар, Алланы танымағандарың дейді. Ал сендер одан қарап кәпір көріп тұрсаңдар, моңғолдарға қарап, мен олардан жаңағы иманның 100 дана тоғын көріп тұрмын дейді. Яғни олардың ішінен иманды көріп тұрмын дейді. Бұл жерде қарап отырсақ, арасында Мәулана көргенде көптеген илхандар, сол жерге келген 30 мың моңғолдың әскерінің барлығы ақырында мұсылман болып кетеді. Илхан Текудерде мұсылман болып кетеді. Жаңағы Қазан хан, мысалы, моңғолдың илханы мұсылман дінін қабылдап өзіне Махмұд деген аталады. Румидің жаңағы жоғарыда айтқан моңғолдан қорықпасаңдар, Алладан танымағандарың деген сөзі өзінің киіп жүрген шапанына алтын жіппен кестелеп жаздырады. Сонда бір нәрсе анық болып тұр бұл жерде. Бүкілі жаңағы кәпірлер келді деп моңғолдардан қорқып, қарсы соғысып, кәпірлер келіп бізбен еліміз, жеріміз, дініміз жаулап алатын болды деп жатқан кезде
Мәулана оларға қорықпай, бұларды да дінге кіргізуге болады, дінге шақыруға болады деп, керісінше олардан да жоғары ой ойлап, болашақты болжап көріп, алдын ала сондай бір кең жүрекпен іс қылғанын көреміз бұл жерде. Бүгін Түркияда сол мұсылманшылықты қабылдаған илхандар кезіндегі моңғолдар қалған тарихи орындар өте көп екен, сол кісілерден қалған мешіттер көптеп кездеседі екен. Ал әмірлердің Мәуланаға енді ақша пара берген жерін қалай түсіндіреміз? Мысалы, мынандай Шипекжанның Мәулана Жалалдин Руми атты еңбегінде бағана айтып кеткен еңбек. Мәулананың сүйікті шәкірті досы болған Хусамиддин Челеби екеуінің арасындағы бір сыйластық, сүйіспеншілік туралы айтады. Сол кезде Әмір Тәжиддин Мутези деген кісі Хорасанидан Мәуланаға көп ақшалар жіберіп, дәруіштерге ас беруін, сема мәжілісін ұйымдастырып, өзі үшін дұға жасауын өтінеді. Яғни әулие санап, әулиенің дұғасы қабыл болады деп, өздеріне арнап жаңағы дұға жасауын сұрайды, өтінеді. Бір үлкен әмірдің өзі үшін дұға жасауын жай бір адамдардан сұрай бермесе, аңыз енді өтіне бермес. Демек, Мәулананы Құдайдың сүйген құлы ретінде бағалап көріп, жаңағы дұғасына мұқтаждық танытып, оның сый көрсетіп отырғаны бұл жерден анық көрініп тұр. Енді Мәулана дейді, осы жіберілген ақшаларды Хусамиддинге берді дейді. Сол кезде баласы ренжітсе, үйде ештеңе жоқ, сіз бәрін Хусамиддинге бере бересіз деп. Сол кезде жаңағы Мәулана айтады, ештеңе жоқ болса да мен Хусамиддинге беремін дейді. Иә, Хусамиддин себебі өте әділ дейді. Ақшаларды кедейлер үшін жаратады, оны тең бөледі деп бір айтатын сөз бар. Бұл жерде жаңағы Хусамиддинге деген сенімін көрсеткен негізі. Бірақ жоғары жақтағы жаңағы пара алды, ақша алды деген сұрақтарға жауап беріп тұр бұл. Мәуланаға не үшін сыйлық беріп тұрды көптеген жаңағы жоғары лауазымды адамдар. Енді қорыта келе айтатын болсақ, Мәулана өз дәуіріндегі ұлы тұлғалардың бірі ретінде шығыс әлемінде, оның ішінде түркі дүниесінде алар орны ерекше. Бұл кісінің шынымен де бүкіл саналы өмірін хақты жаратушыны тануға сарп еткен әріп, артына Құран мен хадистің сырларын ашатын мәснәуи мағынавиятты терең қалдырған ұстаз, барлық адамзатты дініне, нәсіліне, түріне қарамай бір-бірін сүюге шақырған өз заманының ойшылы, гуманист болған Жалалдин Румидің еңбектері әлі де түбегейлі зерттеуді қажет етеді. Біз енді осымен бүгінгі Мәуланаға қатысты деректерді сараптама жасап, қорытындылап отырған баяндамамызды аяқтайық. Назарларыңызға, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.